Жұма күніңіз қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалының 1079 күні кетмекте эфирде заман студияда Шевкет Наматулаев чалышмақта. Ато кечірілген зонада тыншылық вазиеті еп бозылмақта. Кечкен геже Русия женкеверлері Украина арбилеріне қаршы 61 кере ұжым еткенлер. Бұны ато штабы білдіре. Украина аскерлері арасында құрбан yok. Құртарыжылар атышулар нәтижесінде зарар көрген ве виран олған евлеріні тамерлемеге девам етелер. На сегодня было... Атышуларға оғыраған 109 мескен ев сайбыны ярдым көстердік. Пленканен жамы қырылған пенжерелеріні қапаттық. Таван тешіклеріні де вақтынже пленканен қапатамыз. ДНР террористерінің ұжым алтында олған койве қасаба сакенлеріне волонтерлар ярдым кетірмеге девам етелер. Бұл сефер олар бір араба сыжақ урба ашайт ве кереклі шейлеріні ластычкена койны кетірділер. Сакенлер ісе акимет тарафындан бұл койлерге Украин телеве радио яйынларының башланмасыны беклейлер. Тут також зараз ми усілі Ласточкине. Бұл койды ұжымге оқырай. Мұнда да ұшық ашайт ве отме кетірілуінен проблемалар ола. Демпір сакенлерінден мұнда сыжақ урба ашайт, савод, термослар кетірдік. Чүнке қышта бұл ең керекті шейлер. Ми доставили сюди теплі речі, продукти харчування. Бұл ярдымны кетіргенлерге сақ олыңыз демеге істейім. Ярдым бұрынжы керек кетірілмей. Чүнке бізге қаршы ұжымлар сықсық олып тұра. Адамлар бойле сесенежеклеріне ұмыт етмейді. Ярдым керек, ләкин о да çok ақлақи тарафтан олмалы. Газета, мejmua, радио ве телевидение Украин тілінде олмақ керек. Ади антенна тұрса тек ДНР ве Русия көстере. Үш түрк аскері ілі қолды 11 яраланды. Русия авиациясы яңлышып Суриеде женклештен Түркия арбилеріне ұжым етті. Вақия Эльбаб шайыры янында олған. Русия ұчағы түрк аскерлері ерлешкен бинаға қаршы атеш ашқан. Вақия yüz берген сон Русия президенті Владимир Путин Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоғанға телефон açып язықсынғаныны білдірген. Белі олғаны кебі Русиянен Түркия бераберлікте Суриеде ИГИЛге қаршы операция өткере. Москвада четел парасынен одун және кредит алғанлар акимет евінің жемаат қабулханесінде ерлешіп ачлық илан еттілер. Олар малие назирінен қорушмеге істейлер. Тахменен 60 инсан иштирак еткен наразылық акциясы 3-ші күн девам етті. Акимет бинасы блок етілген анда башқа кімсені кечірмейлер. Инсанлар одунчылеріні рубльнің ескі курсы бойынша саймақны талап етелер. 2014 сенесі четел парасында кредит алғанларының борчлары екі кереге артты. Мы брали на таких условиях. Одунчылеріні о вақыт алған шарайтлер бойынша шымды алмаз едік. Борчларымыз оңайтлық курс бойынша рублеге чевірілмесіні талап етеміз. По приемлемому. Украинада киборги фильмінің чекімлері башланды. Донецк авалиманы Эфсаневи қорujыларының хикаясында бір күнлік невбетчілік аққанда олажақтар фильм режиссері Ахтем Ситаблаев. Киборглерінің бірінші чекув күніне АТР тақымы да келді. 242 күн Украина ордасы Донецк ава лиманını имай етті. O Керчектен де мұйым объектыдыр. Анда қараманлар женглешті, sonra оларға кибір деп ады қойдылар. Айны боле серлевалы фильм шымды чықарыла. Фильмде 2014 сенесінің қышында кешкен ұрышларының тарихы аксетірі. Баш қараманларından бірі мажор Тахалюсінен белі олған гонылы. Оның роліні 20 яшында актер Макар Тихомиров ойнай. Айтқанына күре ато зонасында болынмаған, ләкин ава лиманын азат етілвінен бағлы онлар же видео сереткен. Як би я не старався, я не зможу передати в точності ту атмосферу, тому що це інша психіка у цих людей. Люди через багато пройшли. Зроблю все, що від мене залежить, щоб наблизитись до цього. Мій прототип найскладніше для мене в цьому етапі те, що це мій близький друг, який реально там був, який безпосередньо воював, який є кіборгом, один з кіборгів. Це дуже відповідально, тому що він буде дивитися це кіно.
Фильм эслеушілері эфсеневи кибырлар олардан бірі Кирилл Недре озы Днепрден о 32 яшында тарихи илімлер намзеті. Женгте оның тахалюсы доцент екен. Ава лиманыны 2 ай қоршалаған Авдеевка ве Пескидеде олған екен. Нахождение в аэропорту, оно дало возможность тем, кто как раз вот оборонялся за нами, да, стоял на обороне, вот, построить оборону. То, что будет происходить в итоге в кадре, максимально приблизить, да, попробовать максимально передать то, как оно было на самом деле. Киберлер сценарий Донец Ава лиманының қоршалайчыларының хатырлаулары эсасына yazılған. Оның экранизация üzerinde белі режиссер Ахтем Ситаблаев çalıştı. Насамперед, це фільм не про війну. Це фільм про той мір, про той світ, про ту країну, про ту державу, в якої наші головні герої хочуть жити. Її захищають. Це про народження нових смислів, це про народження нових людей, нової країни. Для мене це особиста історія якась. Тобто це неможливо з цього робити якийсь голлівудський блокбастер особисто для мене, тому що ці люди живі, я їх знаю і хотілося бути максимально такою, чесною. Фільм зніметься, його будуть дивитися кіборги, да? Будуть дивитися військові. І вони скажуть, а це брехня, такого не могло може бути. О, я цього боюся, це мої страхи. Ғайыны еріне кетірмек үшін чекімлер павильонын 2 қатлы декорация құрылды. Орышлар вақтында Ава лиманының бинасыны андыра. Чекімлер 2 ай девам етечек. Це дуже актуально, тому що це фільм про події, які відбувалися вчора і відбуваються сьогодні. Вчора була героїчна оборона Донецького аеропорту, а сьогодні продовжується війна на Сході і на Півдні. Окупований Крим, окупована частина Донбасу. І наші люди, і весь світ повинні знати правду про ті події. Впевнений, що це буде фільм важливий ще й тому, що він продемонструє нового українського кіногероя. Загальний бюджет становить трошки менше 48 мільйонів гривень. Держкіно дає 50%, це трошки менше 24%. Чекімлер фарқлы ерлерде кечечек янеки вечерниговты. Фильмнің презентациясы ел сонына доғру кечірмесі планлаштыра. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Миллетнің 46% вефат етті. Яңы Украина мектебі тарихи семинарында Зера Бекирова рақамлар шатлық еті адылы китапны тақдим етті. Анда сүргінлік ве ондан сон кечкен 1,5 ел девамында вефат еткен инсанларының керчек сайысы ақында языла. Китап сүргін етілген инсанларының қатырылылары есасында язылғандыр. Анда оларының отырған ері, зенаты, Қорандадaki азаларының адылары ве сайысы язылған. Bu yıllar içinde o rakamların hiçbir kere inkar etmediler, reddetmediler. Demek o rakamların doğru olğanı belli. Çünkü halkının özünden alındı. Bu mesele böyle bir resmi ne değil. Her bir Korantadan, her bir insanın ağzından yazıp alınған faktlar. Bu saat қазір olған сонки хаберлеріміз еді. Жұма күніңіз қайырлы ішлерінен белгіленсін. Невбеттеки еңларымызны қачырмаңыз көрішкенже.